Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздің балалық шағыңызды еске түсіретін сондай керемет, өте дәмді қытырлақ вафли дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге арнайы вафельница қажет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және видеомды соңына дейін көріп шығыңыз. Алдымен бізге 5 жұмыртқа қажет. Оған 200 грамм қант. Жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Және 200 грамм ерітілген сливочный майымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Және 200 грамм ұнымызды 2 бөлікке бөліп миксерлейміз. Және қызып тұрған осындай вафельницамызға 2 ас қасық, немесе осындай дәу қасық болса 1 қасықтан саламыз. Осындай газ сіздерге 2 түрін көрсетемін. Бірінші түрін осылай орасаңыздар болады. Екінші түрін менде осындай вафельницаның арнайы конус тәріздес формасы бар. Және осыған ыстықтай күйінде орап кішкене күте тұрамыз. Сол кезде қатқан кезде осындай әдемі конус тәріздес форма шығады. Жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.